Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Біздің бүгінгі сабақтың тақырыбы синоним дегеніміз не? Сабақтың мақсаты синоним сөздерді ажыратамын және сөйлеуде қолданамын. Тақырыбы бойынша мәтін мазмұнын болжай аламын. 9-шы жаттығуға назар аударайық. Жаңылтпашты жадқа жаз. Ол досың ба? Жолдасың ба? Ол досым да, жолдасым да. Қарамен жазылған сөздерді мағынасына қарай салыстыр. Бұл сөздердің мағынасы бір-біріне жуық екенін дәлелде. Бұл жерде мағынасы жағынан бірдей сөздер досым, жолдасым деген сөздер, яғни дос, жолдас деп жақын араласатын адамды айтамыз. Бұл сөздер бір-біріне мағынасы жағынан жуық. Тілімізде білдіретін мағынасы бір-біріне жақын, бірақ дыбысталуы әр басқа сөздер бар. Мысалы, әдемі, көрікті, алыс, шалғай. Мұндай сөздерді синоним сөздер деп атайды. 10-шы жаттығу. Тақырыбы бойынша өлеңнің мазмұнын болжа. Шынықтыр сен денеді. Теңізші боп егерде, жүзем десең тереңде, белден басып мұз қарды, кезем десең шыңдарды. Түлеп шар жас қанат, болам десең ғарышкер. Шарлау үшін әуені, қуат керек әуелі. Жігер керек, от керек, ерлік керек, еп керек. Ол үшін ең керегі шынықтыр сен денені. Өлеңнің тақырыбы бойынша айтқан ойларыңды өлең мазмұнымен салыстыр. Қарамен жазылған сөздердің синонимін тауып көр. Бірінші, қуат деген сөздің синонимі, ол күш деген сөзбен сәйкес келеді. Ерлік деген сөздің синонимі батырлық. Келесі, 11-ші жаттығу. Синоним сөздерді тауып, оларды жұптап жаз. Бұл жерде абайлау, қашық, байқау, ер, биік, батыр, есті, зәулім, шалғай, аяз, қорқақ, суық, үркек, ақылды деген сөздер берілген екен. Енді осы сөздерді синонимдік мағыналармен жұптастырайық. Абайлау, байқау, қашық, шалғай, ер, батыр, биік, зәулім, есті, ақылды, аяз, суық, қорқақ, үркек деген синонимдік жұп құрайды. Синоним сөздер тілдің байлығын көрсетеді, сөздік қорды байытады. 12-ші жаттығу. Әли мен Маржан синоним деп есептейтін сөздерді оқы. Олар синоним сөздерді дұрыс таңдады ма? Әли шынығамыз, тынығамыз, жетілеміз деген сөздерді синоним деп есептейді екен. Ал Маржан салқын, тастай, мұздай деген сөздерді синоним деп есептейді екен. Ал енді бұл екеуінің қайсыныкі дұрыс? Әрине, Маржандікі дұрыс. Себебі бұның айтып тұрған сөздерінің барлығы бірдей мағынаны береді. Ал Әлидің айтып тұрған сөздері, олар әртүрлі мағынаны береді. Келесі, 13-ші жаттығу. Ребусты шеш, шешуіндегі сөздің синонимін тап. Құрметті оқушылар, мына жерде жұмбақтың шешуі деп кетіпті. Негізінен ребустың шешуі, алыс деген сөз шығады. Енді ребусты қалай шешеміз? Алды деген сөзден біз ал деген екі әріпті аламыз, сиыр сөзінен а әрпін аламыз, сағат сөзінен с әрпін аламыз. Сонда алыс деген сөз шығады. Ал енді алыс сөзінің синонимі ол шалғай болады. Құрметті оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Егер сабақ сіздерге пайдалы болған болса, міндетті түрде арнама кіріп, подписаться деген батырманы басып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сондай-ақ төменге пікір қалдыра кетуді де ұмытпағайсыздар. Келесі сабақта жолыққанша аман сау болыңыздар.